Бізде мынау дін саласына қандай балалар берді ата-аналар? Осы соңғы 5-10 жылға дейін қазірге дейін жалғасып жатыр ол нәрсе. Қандай балалар берді? Бұзақы, тентек, тыңдамайтын, өздері тыңдата алмаған, немесе мектепті өлдім талдым деп зорға бітірген. Әйтеуір адам қылып бер дейді. Яғни кезінде мен имам болып жүргеннің өзінде де адам алып келетін, анау оны емші ертіп алып келетін, емші жіберетін, ойбай сенің бір нәрсең бар, осы жаққа бар деп. Болмаса мектепте жаңа 9 класстық білім бар. Зорға бітірген балаларды, әйтпесе бұзақы балаларды жаңа тәртіпке салып беріңіз деп. Бәуке, қысқаша айтқанда сөзіңіз бөлейін. Двоечниктер мен троечниктер. Енді мәселе сонда болды. Вот көрдіңіз бе? Двоечниктер мен троечниктерді әкеп біздің медреселерімізге берді. Бұл енді біздің медреселердің ұстаздарының, медреседегі басшылардың кінәсі емес енді. Жалпы халық осыны балаларын, бірақ өте үздік оқитын, қабілетті балаларын қайда жіберіп жатыр? Дін оқуына бермейді. Экономикаға жібереді, немесе саясатқа жібереді, заңға жібереді, международный отношениеге жібереді, мұнайға жібереді, батыста көпшілігі мысал үшін. Мына салаға ал енді құлай болып тұрса, ол бізде тағы да медресені бастаған кезде ол әлиф бә та сән үйреніп жатыр. Медресеміз 3 жыл, дөңгелек деп айтқанда 2 жыл оңай демей қояйық, 3 жыл. 3 жыл, бірінші жылдан бастап әлиф бә та сән бастады. Сонда 3 жыл медресені бітіргенде, өкінішке орай медресені бітірген біздің балаларымыз, демек 3-ші класты бітірген оқушылар секілді. 3-ші класты бітірген оқушыны сіз мінберге шығарып қоясыз да, алдында қалада болса 1000 адам, ауылда болса 100 адам, алдында оның ақылын тыңдап отырады. Ол қаншалықты маман болып үлгерді, көрдіңіздер ме? Көрдіңіз бе? Сондықтан негізгі проблемалардың бірі біз кімді оқытып жатырмыз бұл сала бойынша. Кәдімгі өте ертең қоғамның бір рухани көшбасшысына, халық үлгі тұтатын, сол бір халықты үйістіріп отыратын, халықтың әнші немесе басқалардың уағызын тыңдауға жібермей ұстап отыратындай, ондай жоғары деңгейдегі маман болып шығатын балаларымызды көп жағдайда біз берген жоқпыз. Дұрыс, барлығы олай емес біздің дін оқығандардың, бірақ көпшілігі жаңағыдай өкінішке орай қабілеті төмен балалар келгеннен кейін де біз қазіргі жағдайға душар болып отырмыз.